Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып, жұмыс қылады екен. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады дейді. Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйте тұрып, өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жарлыша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мағынасы не? Оған 4 түрлі себеп бар. Әуелгісі, әдемі ат, асыл киім. Асқан дәулетті өне бойы әдет етсең, көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай, кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетімнен тапқан 1-2 пұлға нан сатып алып жесем де, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзім сініп, тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ашып жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын деді. Әңгіменің тақырыбына қарап жомарт адамға тән қасиет, Атымтай адамның есімі деп ойлауымыз мүмкін. Алайда Атымтай жомарт түрлі халық фольклорында кездесетін, әрдайым жағымды образ ретінде сипатталатын кейіпкер. Оның нақты қай жылдары өмір сүргені белгісіз. Алайда ғалымдар арасында 6 ғасырда өмір сүрген деген болжам бар. Аталған кейіпкер шығыс халықтары фольклорында хикаяттық, қиял ғажайып ертегі, тұрмыс салт ертегі сынды 3 түрлі сипатталады.